Сәлем, құрметті алтын достарым. Бүгінгі видеода омыртқа жотасының грижасын қалай түбегейлі жоқ қылу керек екенін айтатын боламын. Және де сколиоз, кифоз, лордоз ауруларын емдеу тәсілін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, пайдалы ақпараттарды, видеоларды алдағы уақытта көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып, достарыңызбен пайдалы ақпараттармен бөлісе отырыңыздар. Алдарыңызда тренажер инверсионный стол. Бұл инверсионный стол нені емдейді? Инверсионды стол омыртқа жотасының грижасын емдейді. Сколиоз, лордоз, кифоз, варикозды аяқтағы қан айналымды реттейді. Босанғаннан кейін қалыпқа келуге көмектеседі. Иммунитетті көтереді. Бұлшықеттегі қысымды азайтады. Бұлшықеттегі байланысты нығайтады. Жалпы омыртқа бойын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Іштегі майды кетіреді. Инверсионды стол қалай жұмыс істейді? Яғни аяғыңыз жоғарға, басыңыз төменге, жоғарыдан төменге асып қойылады 1 минутқа. Күн сайын қайталап отырасыз. Омыртқаны созып, арасына ауа кіргізіп, омыртқадағы ауырлықты өзіне алады. Соның нәтижесі грижаны емдейді, сколиозды емдейді. Менің таныс қызымның ағасының пікірін айтайын сізге. Ағасы грижамен 8 жыл ауырған. Үнемі автобус айдайды, көп отырады. Грижасы бар. Көрмеген дәрігер жоқ, емделуге барады үнемі. 6-10 күндік ем алады. Емделуге барса дәрігерлері 100 мыңдық, 120 мыңдық дәрілер жазып береді. Кем деген 60 мың теңге болады. 60 мың теңгеге шығады екен. Кейде бағалары одан да көп болады. Бірақ түбегейлі кетпейді екен, уақытша басады екен. Ол дәрінің жаңағыдай әсері. Жылда 120 мың жұмсап емделеді екен. Инверсионды столды көргелі алғалы, оның ағасы 6 айда 6 сантиметрлік грижаны 4-2 сантиметрге көрінбей кеткен. Яғни дәрісіз, химикатсыз емделген, түбегейлі жоқ болған. 8 жылдан бері емде алмай жүрген, грижасын қатты ауырып, қақсап, қиналып жүрген ағасы осы инверсионный столдың арқасында емделіп алды. Сізде егер емделгіңіз келсе, описанияда осы инверсионный стол туралы толық ақпарат жазылады. Описанияны қараңыз. Оның ағасы көп дәрігерлерге барған, көп ем алған, хиджам алған, басқа да емдер алған, бірақ результат болмаған. Осы инверсионный столды алғалы емделіп келе жатыр дейді. Шүкір, барлығы жақсы. Осы столды, инверсионный столды отбасымен қолдануға да болады екен. Егер үйге алып қойсаңыз, біреу барлық отбасы қолдануға болады. Қарсы көрсетілімдері: жұлынға зақым келсе, жүрегіңіз ауырса, давлениеңіз жоғары болса, жалпы дәрігермен бірінші кеңесіп, сосын барып қолданыңыз. Достар, ақпарат пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бұдан да жақсы видеолар шығып отырады. Және де достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, өйткені видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.